Сәлем достар, психология әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тест қай фигура артық? Бұл сұрақтың жауабын 90% адам дұрыс таба алмайды екен. Жауабын ашпай тұрып, мұқият түрде ойланыңыз. Логикаңызды іске қосып, мына 5 кескіннің ішінен артық тұрғанын таңдаңыз. Таңдап болсаңыз, пікір жазу алаңына төменге өз жауабыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Қай фигураны таңдадыңыз? Нөмірмен жаза беріңіз. Сосын барып дұрыс жауабын оқыңыз. Сіздерге қазір бір шама уақыт аралығы беріледі. Сонымен ойлануға дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Сонымен берілген уақыт аяқталды. Алдымен сіз осы 5 кескеннің ішінен өзгешесін іздейсіз. Екінші тұрған квадрат сырты қапталмаған. Үшінші тұрған жалғыз дөңгелек бірден сіздің көзіңізге түседі. Төртіншісінің ерекшелігі, басқалары сары болса, бұның түсі қызыл. Ал бесінші бәрінен кішкентай. Жұмбақтың жауабы бірінші квадрат. Бұл жерде артық фигура болып есептеледі. Жұмбақтың логикасы. Бірінші тұрған квадрат басқаларынан көп ерекшеленбейді. Екінші квадрат түсіндей сары, үшінші тұрған дөңгелектің сырты сияқты қапталған, төртінші квадрат сияқты бұл да квадрат пішінді. Бесінші фигурадан сәл үлкен. Міне, басты айырмашылығы осында. Сұрақтың жауабын дұрыс тапқан оқырмандарымызды құттықтаймыз. Сіз данышпансыз. Достар, ал сіздердің жауаптарыңыз қандай болды? Өз жауаптарыңызбен комментарийда төменде бөлісіңіздер.